Діни ұйымдардың әлеуметтік формаларын айтпас бұрын ең алдымен діндердің типологиясына тоқталған жөн. Себебі қандай да бір діни ұйымның формасы ол белгілі бір наным сенімдерге немесе діндерге қатысты болып табылады. Бүгінгі таңда таралу ауқымына қарай біз діндердің екі түрін ажыратамыз. Ол ұлттық діндер және дәстүрлі діндер. Ұлттық діндердің қатарында біз белгілі бір этникалық қауымдастықтармен байланысы бар, оның этномәдени бөлшегі болып табылатын діндерді атаймыз. Олардың ішінде мәселен синтоизмді, конфуциандық бағытты, индуизмді, иудаизмді атауға болады. Ал әлемдік діндердің қатарында әрине бұл кең таралған ислам, христиандық және буддистік бағыттар. Сондай-ақ қандай да бір этникалық қауымдастықтың мәдениетіне қатыстылығына қарай діндерді біз дәстүрлі және дәстүрлі емес деп те бөлеміз. Дәстүрлі діндердің мынандай үш белгісі анықталады. Бірінші, ол діннің келген аумағындағы халықтың мәдениетіне бейімделген формасының болуы, яғни сол мәдениеттің бір элементіне айналуы, оның сол қоғамдағы тарихи ғұмырының болуы. Екінші белгісі, сол қоғамдағы әртүрлі әлеуметтік институттармен қалыпты қарым-қатынас орнатып бірге дамуы, және үшінші белгісі ол осының негізінде қоғамның сеніміне ие болуы. Ұлттық діндер белгілі бір этникалық қауымдастықтың ажырамас бөлшегі болып табылады. Сәйкесінше ондай діндер сол қауымдастық үшін дәстүрлі дін болып табылады. Әлемдік діндерде өзінің таралу ауқымына байланысты белгілі бір қоғамға келгенде сол қоғамның мәдениетіне икемделіп, оңтайлы қарым-қатынас нүктелерін тауып трансформацияланады. Осылайша әлемдік діндердің келген аумағына сәйкес, мәселен айтайық, буддизмнің тибеттік және жапондық ерекшеліктері үлгісі, православияның ресейлік және грузиндік үлгісі, ал исламның араб халқына тән және түркі халықтарына тән үлгілері пайда болады. Яғни әлемдік діндер дәстүрлі сипатқа ие бола отырып, этномәдени құбылысқа айналады. Діндердің типтерін ажыратып алғаннан кейін енді діндердің ұйымдық формаларына көшейік. Ғылыми еңбектерде діндердің ұйымдық формаларының төрт типі анықталады. Біріншісі ол шіркеу, екіншіден секта, деноминация және культ. Біз бұл жерде ең алдымен шіркеуге тоқталайық. Шіркеу деген жалпы алғанда бұл жинақты қоғам. Батыс социологтарының еңбектерінде шіркеу формасында негізінен дәстүрлі діннің ұйымдық формасы көрсетіледі. Біз бұның аясында басқа да дәстүрлі діндердің ұйымдарын қарастыруымызға болады. Яғни бұнымен бірге мешітті де, синагогаларды, храмдарды да біз осы қатарға жатқыза аламыз. Сонымен шіркеу несімен ерекшеленеді? Біріншіден, шіркеулер дәстүрлі діннің көрінісі ретінде олар қоғам қойнауындағы әртүрлі әлеуметтік институттармен қалыпты қарым-қатынас орнатқан. Екіншіден, шіркеулердің жалпы қызметі ол әлеуметтік нормалардың, құндылықтардың аясында жүзеге асады. Ол сол халықтың, яғни қандай да бір қауымдастықтың этномәдени элементі ретінде қарастырылады. Сондай-ақ шіркеулердің басқару жүйесі қалыптасқан және иерархияланған. Яғни қандай да бір басқарудың жүйесі, құрылымдары, ондағы лауазымдардың барлығының функционалдық міндеттері нақты айқындалған. Сектаға келетін болсақ, бұл белгілі бір дәстүрлі немесе әлемдік діндердің ілімдерін, канондарын басшылыққа ала отырып, солардан бөлініп шыққан құрылымды айтамыз. Секталардың жалпы ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, ол біріншіден өздерінің бөлініп шыққан діндеріне қарсылық тудырады, оған қайшылық келтіре отырып, өздерінің ілімдерін қосымша дамытады. Екіншіден, ол қоғам қойнауындағы әртүрлі әлеуметтік институттардың жұмысына, құндылықтарға, нормаларға қайшылық келтіреді, өзінің сенушілерін соларға қарсы қояды. Осы арқылы ол оқшаулық сипатымен ерекшеленеді. Кеңестік дінтанушы Игорь Кантеровтың пікірінше, секта сөзі жалпы негативті мағынаға ие болған. Сектанттық деген сөздер бұл теріс пікір қалыптастырып, күнделікті қолданыста қауіптілікті таныстырады. Сол себепті көптеген дінтанушылар бұл ұғымдарды қолданудан алшақтап, діни ұйымдар, діни топтар, діни ағымдар, діни құрылымдар деген сияқты
ұғымдарды пайдаланады. Көптеген елдердің заңнамаларында да секта ұғымы қолданылмайды. Заңдарда діни ұйымдар немесе діни бірлестіктер деген ұғымдар кең қолданысқа ие болған. Алғаш рет діни ұйымдардың типологиясын неміс ғалымдары Макс Вебер мен Эрнст Трелт жасады. Кейіннен бұл типологияға өзінің ғылыми үлесін қосқан Говард Бекер болды. Осы типологияның қатарына Говард Бекер деноминация және культ деген ұғымдарды енгізді. Макс Вебер өзінің шіркеулер мен секталар деген мақаласында секта мен шіркеудің айырмасын көрсететін үш белгіні атайды. Біріншіден, бұл екі құрылымның қоршаған ортаға деген қатынасы. Екіншісі, мүшелікке кіру ерекшеліктері. Және үшіншісі, құрылымдық ұйымдық ерекшеліктері. Қоршаған ортаға қатынасына қарай шіркеу мен сектаның мынандай ерекшеліктері айқындалады. Шіркеу қоғамның мәдениетін мойындайды, әлеуметтік құндылықтар мен нормаларды басшылыққа алады, оған қарсы шықпайды, өзінің сенушілерін оған қарсы қоймайды. Және шіркеуде универсалдық қағидасы жұмыс жасайды. Универсалдық деп отырғанымыз, шіркеу қоғам өкілдерінің барлығына ортақ болып табылады, яғни ол қандай да бір адамдарды жіктеп, бөлшектемейді, олардың барлығын мүшелікке кіргізуде еркіндік танытады. Ал сектада керісінше қоғамның құндылықтары мен нормаларын орындаудан бас тартады, өзінің сенушілерін қоғамға қарсы қояды, яғни өз сенушілерін өзінің нормаларымен, өзінің құндылықтарымен өмір сүруге мәжбүрлейді. Және сектаның аясында универсалдық қағидаты жоқ, секта тек таңдаулардың қауымдастығы ретінде ғана анықталады. Мүше болуға қатысты екі құрылымның өзіндік ерекшеліктері бар. Шіркеуге кез келген адам мүше бола алады. Және көп жағдайда ол адамдардың өз еркі негізінде емес, дәстүр негізінде айқындалады. Кішкентай сәбиді, мәселен, нәресте кезінде шоқындырғаннан бастап, ол осы шіркеудің мүшесі болады. Шіркеу өзінің сенушілеріне қатаң талаптар қоймайды. Оның талаптары, ережелері қандай да бір жағдайларға икемделген. Және сол ережелер бұзылған жағдайда шіркеу сенушілерін өзінің қатарынан шығарып тастамайды, керісінше оны белгілі бір шектеулер белгілей отырып тәрбиелейді, яғни қалайда оның қатарға қосылуына ықпал етеді. Ал секта керісінше мұнда қатаң ережелер қойылған, әр сенушіден осы ережелерге бағынуды талап етеді, және әр сенуші қандай да бір ережені бұзған жағдайда ол сектаның құрамынан шығарылады. Жастық ерекшеліктеріне келетін болсақ, сектаның мүшесі болу ол бала жастан кішкентай кезден басталмайды, ол ересек кезде белгілі бір жас межесіне жеткен кезде белгілі бір шарттардың негізінде қалыптасады. Шіркеу мен сектаның құрылымдық ұйымдық ерекшеліктері де бар. Шіркеуде жүйелі басқару иерархиясы болады, әкімшілік бюрократиялық аппараты болады, сондай-ақ қандай да бір діни жоралар белгілі бір тәртіппен реттеліп, жүйелі түрде жүзеге асады. Сектада керісінше мұндай жүйелі әрекеттер, жүйелі қызмет байқалмайды. Сектада басқару жүйесі жоқ, қандай да бір қатып қалған аппарат, басқару аппараты да қарастырылмаған, және кез келген жоралар, тағы басқалар тосыннан өзгеріп кетуде ықтимал. Бұл жерде енді сектаны харизматикалық лидер басқарады дедік. Бұл орайда Макс Вебер харизма құбылысының екі құрылымда екі түрлі көрініс беретіндігін айтады. Шіркеудегі харизма ол қандай да бір діни лауазымдарға тиесілі болатын болса, сектада ол жеке тұлғаға ғана бағытталады. Секталардың арасында жалпы қоғамдық тәртіпке икемделе отырып, жұмсақтық танытып, өзінің ғұмырын ұзартуға тырысатындар да бар. Сол арқылы әртүрлі әлеуметтік институттармен қалыпты қарым-қатынас орнатып, сол мәдениеттің элементтеріне икемделіп, құндылықтармен қандай да бір нормаларды мейлінше орындауға, оларға бағынуға тырыса отырып, қоғамның сеніміне ие болуға тырысады. Міне осындай құбылысты байқаған американдық әлеуметтанушы Джон Милтон Ингер бұндай секталарды тұрақты секта деген ұғыммен айқындайды.
Яғни тұрақты секта бұл деноминация жағдайына өтпеген сектаның жалпы трансформацияланған формаларының біреуі. Сектаның сәтті трансформацияланған формаларының бірін деноминация деп атауға болады. Деноминация ұғымы бұл секта мен шіркеудің аралығындағы құрылымды бейнелейтін ұғым. Бұл ұғымды ең алғаш болып американдық дінтанушы Хельмут Ричард Нибор енгізді. Оның пайымдауынша кез келген секта ол өз кезегінде сол қоғамда ғұмырын ұзарта отырып, ілімін кеңінен таратуды көздейді. Міне осы орайда ол қоғамның құндылықтарына, нормаларына бейімделеді, мәдениеттің түрлі элементтеріне бейімделеді, әлеуметтік институттармен қалыпты қарым-қатынас орнатуға тырысады және өзінің оқшаулық саясатынан бас тартады. Енді бұл ерекшеліктердің барлығы оны шіркеуге жақындататын болса, дегенмен деноминация әлі де шіркеудің формасына өтпеген сектаның бір формасы, секталық сипатын оны мынандай қырлар таныстырады. Біріншіден бұл шіркеудің ілімдеріне қалайда болсын қарсылық саясаты сақталады, оған қарсы шығады, одан бөлініп шыққан құрылым ретінде қалады. Және екінші бір белгісі ол сол деноминациялық құрылымның қоғамдағы тәжірибесінің аздығы, яғни оның өмір сүру мерзімінің аздығы да оны шіркеу ретінде қалыптастыруға мүмкіндік бермейді. Дегенмен кез келген деноминация өзінің қызметін сәтті ұйымдастыратын болса, ол шіркеуге айналып кетуі әбден мүмкін. Яғни шіркеу деп отырғанымыз бұл жерде біз белгілі бір қоғамның дәстүрлі діннің ұйымдық формасы. Келесі форма ол культ. Культ ұйымдық құрылымы дамымаған, саны аз топтардың сенімдерін, тәжірибелерін таныстырады. Олардың қатарында біз медитация, спиритизм, эзотерикалық тәжірибелермен айналысатын топтарды жатқыза аламыз. Культте қандай да бір басқару жүйесі, жүйелі қызметі болмайды, оны харизматикалық лидер басқарады, міне соның рөліне тәуелді болып табылады. Культтың жалпы ілімдері негізгі деген діни ілімдерге сүйенбейді, көп жағдайда ол синкреттік сипатта болады. Яғни әртүрлі діндердің ілімдерін, әртүрлі наным сенімдердің ілімдерін, псевдоғылыми теорияларды тағы басқаларды басшылыққа алу мүмкін. Және сондай-ақ культте қандай да бір іс-әрекеттердің девианттық сипатта да жүзеге асу ықтималдығы бар. Жаһандану жағдайында діннің әртүрлі әлеуметтік формалары көптеп қалыптасуда. Бұл орайда дін әлеуметтану саласында түрлі зерттеулер мен теориялардың қатары да кеңейетіндігі анық. Қазақстан қоғамында да осы аталған әлеуметтік формалар кездеседі. Бүгінгі біздің отандық әлеуметтанудың алдында тұрған маңызды міндеттердің бірі осы құбылыстарды зерттеу.